Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сүт пен бұрыш буынның қақсауын қойдырады. Артырит бар адамдарда маусым ауысуында, әсіресе көктемнің жаңбырлы бұлтты кезінде сырқат жиі сыр береді. Буын әсіресе түнге қарай қақсап, ұйқыны бұзады. Ондайда мен әжеме сүттен жасалған емдік май әзірлеп беремін. Буынға жағатын май әзірлеу үшін 2 стакан сиыр сүтін, 1 шай қасық қайнатылған қаз майын және 10 грамм шағын қалташадағы ащы қызыл бұрыш ұнтағын алыңыз. Сүтті қайнатып, оған қаз майы мен бұрыш ұнтағын қосып араластырасыз. Әлсіз отта тағы да 2-3 минут қайнатыңыз. Содан кейін 2-3 сағат салқын жерге қойыңыз. Алынған кілегей суыған соң оны шамамен 1 ас қасық қақсаған буынға жағып, сыртынан жұмсақ мата жабыңыз. Содан соң жылы орамалмен орап тастаңыз. Компрессті күніне 1 рет жасайды. Таңертең таңатқышты алып, жылы суға малынған салфеткамен сүртіңіз. Бұл майдың қыздыру қуаты мен әсері өте күшті. Сондықтан мөлшерін жүрегі әлсіз адамдарға жарты шай қасықтан көбейтпеу қажет. Ал сіз бұл аталған пайдалы тізімді білдіңіз бе? Төменде жаза кетіңіздер. Денсаулығыңыз мықты болсын.